Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін Жаңа Тұран арнасында ортаға ой бағдарламасында жер мен үй мәселесі талқыға түспек. Біздің осы түйткілді мәселені кеңінен тарқатуға бізбен сүбелі сұхбат құруға келген қонағымыз Сәкен Қанділаев мырза. Сәкен аға, қош келдіңіз. Бүгінгі сұхбатқа келіскеніңізге, алтындай уақытыңызды бөліп келгеніңізге көптен көп рахмет. Енді қазір өңірімізде жалпы үлкен бір мәселеге айналып тұрған осы жер мәселесі болып тұр. Осы тақырып жөнінде өзіңізбен бір сүбелі сұхбат құрсақ деген ниетіміз бар. Осы жер мәселесі туралы енді өзіңіздің қазір ойыңызда жүрген бір үкімет басшылығына айтар ойларыңыз болса, үлесіңіз болса, бір өзіңіз айта өтсеңіз осы туралы. Рахмет, Ержан. Бұл қазіргі бүгінгі таңдағы осы бүкіл еліміз бойынша өте үлкен күрделі мәселе деп айтсақ болады. Осы жер мәселесін тұрғын үй салу үшін берілетін, атап айтатын болсақ, осы тұрғын үй салу үшін алынатын жер, берілетін жер мемлекет тарапынан. Мысалы айта кететін болсақ, тек қана Түркістан облысының өзінде осы тұрғын үй құрылысын салу үшін жер сұрап кезекте тұрған саны қазір 400 мыңнан асып кетті. Бұл былтырғы жылғы мәлімет. 400 мың. Өңіріміз бойынша. Өңір Түркістан облысындағы мәлімет бойынша. Бұл дегеніміз енді 2 миллион халық болатын болса, соның 20% халқы ғой. Бізде 2 миллион 100 үстінде халық бар қазіргі таңға. Ал республика бойынша алатын болсақ, бұл былтырғы мәліметтің өзінде 3 миллионға жуық адам осы жер тұрғын үй салу үшін жер кезекке тұрған. Бұл кезектілік соңғы осы 15-16 жылдан астам уақыт болды. Жер кодексіне өзгерістер енгізген болатындығын, соған байланысты бұл жер кезегі мүлдем жылжымай тұрғанның бас себебі осы кезекке тұрушылардың саны көбеюде жылдан жылға, бірақ жер алып жатқандардың саны азаймауының негізгі себебі осы. Себебі жер кодексіне сәйкес тұрғын үй құрылысын салу үшін берілетін жер учаскесіне мемлекет тарапынан бірінші кезекте оған инфрақұрылым жүргізіп беру керек. Ең болмағанда оған электр энергиясы, осында ауыз су тартылу керек. Содан кейін барып кезекпен жаңағы тұрғын үй салу үшін жер учаскелер беріледі. Ол жер кодексінің талабы. Ал қазір жергілікті билік ол мүмкіндік жоқ оған. Сол үшін инфрақұрылым тартылмаған жерге аумақтардан жер учаскесі берілсе, ол заңға қайшы болады. Ол заңмен жазаланады, ол жер берген адам. Сол үшін де бұл жердің кезегінің азаймай отқаны осы. Сонымен тағы да айтатын болсақ, айта кететін нәрсеміз, Қазақстан бойынша негізі елімізде 7000 астам елді мекен бар екен. Қалаларды, аудандарды, поселоктарды, ауылдарды қосқанда 7000 астам. Бұл енді 7000 елді мекенге енді инфрақұрылым тартып жер учаскесін береді деген енді өте мемлекетімізге енді былайша айтқанда өте ауыр нәрсе ғой. Енді былайша айтқанда орындалу қиын, мүмкін емес нәрсе. Ұзақ процесс десек те болады. Сонымен қатар соңғы жылдары емес, былтырғы жылғы мәліметке қарасақ, тұрғын үй кезегінің өзінде де тұрғандардың саны 600 мыңнан асқан бүгінгі таңға еліміз бойынша. Ал өзіңіз білесіз, тұрғын үйді қазір тек қана ипотекалық жүйемен беріледі. Сосын арендалық баспана дейді, ол арендалық баспана жаңағы өте аз беріледі. Негізі салынып беріліп жатқан үйлердің барлығы ипотекалық жүйемен берілетін үйлер ғой. Бұл ипотека дегеніміз не? Ипотека дегеніміз несие ғой. Жаңағы несие аласыз, 20-25 жылға несие аласыз, бөліп төлейсіз. сөйтіп бөліп төлеу мүмкіндігін береді. Бірақ бұл ипотекалық
несиелендірме үй алудың өзінің де талаптары бар. Burada да сіз міндетті түрде кезекке тұрған болуыңыз керек. Одан бөлек бастапқы жарна дегені бар. Сол ал бұл талаптар мысалы ауылды жерде тұратын адамдарға өте қиын. Мысалы ауылда малын бағып жүргендер бар, егісін егіп жүргендер бар, өз жұмыспен қамтып жүргендер бар. Жалданып біреудің құрылысын істейді, біреудің жаңағы үйін аттейді деген сияқты, болмаса біреудің жаңағы егістігінде жәрдемші болып жүреді деген сияқты. Сондай жастарымызға өте ауыр. Бұл енді мүмкін емес нәрсе. Оны ипотекаға үй алмақ түгіл, ол азаматтар кезекке де тұра алмайды. Ондай мүмкіндігі жоқ. Сол үшін де бұл ережелерге бірінші кезекте осы ережелерге өзгеріс енгізсе. Ұсынысымыз ғой бұл салып жатқан талқылау. Екінші жағынан бұл соңғы осы 20 шақты жылдың ішінде мынау ипотекалық жүйе деген бар ғой енді. Біздің тұрғын үй нарығының негізі еліміздегі тұрғын үй нарығындағы ахуалды жағдайды осылар үй салып сататын компаниялар анықтап отыр десек те қателеспейміз. Бұл ипотекалық үй салу, тұрғын үй көпқабатты үй салу нарығында да өз санаулы фирмалар бар. Ірі да, оны бүкіл ел біледі. Компаниялар бар, санаулы компаниялар. Осы компаниялар біздің еліміздегі осы тұрғын үйдің мәселесін, тұрғын үйдің нарығын, тұрғын үйдің алу, алмау жағдайын анықтап отыр деп анық айта аламыз. Анық айтсақ та болады. Себебі жыл сайын үйдің бағасы шаршы метр осындайдан сатылады дейді, шаршы метр осындайдан беріледі дейді, сосын жылына пәлен миллион шаршы метр тұрғын үй салынады дейді. Мысалы, өздеріңіз байқап отырсаңыздар. Бұл былайша айтқанда бұл да бұл осы тұрғын үй саласындағы монополия деп айтсақ болады. Енді оларда енді тұрғындардың сұранысына қарай салады ғой, енді былтырғы жылмен есептеп биылғы өсуді, кемуді деген сияқты салыстырмалы. Енді менің өзімнің ойым бұл жерде тұрғын үйді тұрғындардың сұранысына қарап салады бір. Екінші мәселе, бұл жерде де жаңағы тұрғын үйді сатып алады ғой, қазір мемлекеттен қаржы бөлінеді. Мысалы, осы бағдарламамен қаржы мемлекеттен алады. Жаңағы тұрғын үй салған компаниядан ол пәтер сатып алады, сосын ипотекалық жүйемен оны береді несие арқылы. Отбасы банкі арқылы. Сөйтіп түскен қаражат одан бөлек мемлекетке қайтып құйылады. Егер де мысалы сұранысына қарап үй салынып жатқан болса, бұл жердегі кезектегі тұрғын үйге деген сұраныс төмендеу керек еді ғой жылдан жылға. Біздің жағдайда ол төмендеп отқан жоқ. Жыл сайын артып жатыр сұраныс. Енді өзім ойым ғой бұның. Бірден бір жағы, ең болмағанда жаңа айтып жатырмын ғой, 7000 елді мекен бар деп. Астана, Шымкент, Алматы сияқты, мынау рухани Астана деп, Түркістан сияқты үлкен мегаполистерді, облыс орталықтарында жаңағы жер кодексінің, құрылыс нормаларының, архитектуралық заңдардың талаптарын сақтай отырып, мысалы реттеп берсе болады. Ал ауыл жерде, осы аудан орталығынан бір 70 шақырым жерде, болмаса құмның ішінде аудан орталығынан 3 шақырым жерде сондай елді мекендер бар. Ол жерге енді инфрақұрылым жетпейді ғой мысалы. Сол жерден ордан көшпейді, малы бар, егістігі бар, жері бар деген сияқты. Қара шаңырақ деп айтады. Ол жерде де өсіп өніп отыр халық. Қазір соңғы мынау егеменді ағалы бері 3,5-4 миллионға халық саны өсіп отыр бізде. Халық саны өсуімен бұл үйге деген, жерге деген сұраныс ол азаймайды. Сол үшін біздің басты айтайын деп отырғанымыз осы жер кодексіне өзгеріс енгізіп, осы ең болмағанда елді мекендерде, ауылдық жерлерде, поселоктарда, кішігірім аудандарда арнайы жерлерді белгілеп, тұрғын үй салуға жер беру тәртібін оңтайландырса. Бұл да өз кезегінде біраз осындай баспана мәселесін шешуге оң ықпалын береді ғой. Мысалы, білесіз, ипотекаға сіз үй алатын болсаңыз, сол бастапқы жарна 2 миллион, 3 миллион
бастапқы жарнаңыз болу керек, ол Иә. міндетті түрде шарт. Мгм. Дұрыс па? Ал егер де сол сіздің жаңағы бір 2-3 миллион қаражатыңыз болса, ауылдан жаңағы бір 7-8 соттық жеріңізді алсаңыз, Иә. сол жерден бір 3 бөлмелі кішігірім үй салып алуға Иә, жетеді. жетеді ғой шамаңыз. Сонымен мемлекет Несиесіне ешқандай несиеге кірмейсіз. иә, несиеге кірмейсің. 25 жыл жаңа банкіге жұмыс жасамайсың. Егер де әл ауқатың өсіп жатса, жағдайың дұрысталып жатса, үлкен там сатып аларсың, салып аларсың сол кезде. Ал бірақ қазір мынау жас отбасыларға былай баспана жүргендерге бұл да бір Иә, үлкен қиындық тудырады. үлкен қиындық тудырады ғой. Мгм. Түсінемін, ауыл жерде қазір жұмыс жоқ дейді, басқа дейді жастар, бірақ қалада да жұмыс болып жатқан жоқ қой қазір. Иә. Ол қала шаңырағында жаңағы малына қарап егісін егіп отырған Артық. адамдарға сол баспана. Иә. Ипотекалық жүйенің өзі еліміз бойынша мысалы санаулы қалаларда ғана жүріп отыр. Мгм. Үлкен ірі қалаларда мысалы жаңағы Алматы, Астана, Мегаполис. Шымкент, жаңағы Түркістан деген сияқты. Мгм. Қалған кішігірім аудандардың орталықтарында ол енді санаулы. Мгм. Бұл енді жүріп жатыр, бұл бағдарлама іске асып жатыр деп айтудың өзі ауыз толтырып қиын нәрсе да. Қиындау болады, иә. Иә. Сол айтайын дегеніміз осы. Біздің енді бүгін сол үкіметке, парламентке, осы парламентарийлерімізге осындай ұсыныс жасап, осы заңды қолға алса, реттесе, еш қиындығы жоқ burada. Енді осындай түйткілді мәселені енді қазір еліміз бүкіл әлем бойынша жер көлемінен 9-шы орында тұрған ұлан-ғайыр жерге ие Қазақстанбыз ғой енді. Осындай түйткілді мәселені шешуге өзіңіз енді біздің үкімет басшылығына қандай бір ой ұсыныс айта аласыз? Дәл осы тақырып аясында бір. Бұл енді қатты бір қиындық тудырады деп ойламаймын енді. Мгм. Бұл жерде мен енді өзім ойым, жеке ойым burada біз осы тәуелсіздігімізге де 33-ші жыл болып отыр ғой. Мгм. Лобби деген сөзді енді тек қана шетелден еститініміз лобби деген. Мүдделерді былайша айтқанда мүдделі жақтар ғой лобби деген. Осы заңға өзгеріс енгізуге мүдделі жақтар болмай тұрма деген өзімнің күмәнім бар да. Бұл жерде емесем жер кодексі тұр ғой. Үкімет тарапынан мысалы өзгеріс енгізсе, парламент депутаттар оны қолдамайды деп айта алмаймын. Өйткені айтып жатырмын ғой жаңа, өзіңіз де айттыңыз, жер көлемі жөнінде 9-шы орында тұр әлемде. 9-шы орында. Жер кодексіне өзгеріс енгізсе, Мгм. ең болмағанда жаңағы сол шалғайда, елді мекендерде, ауылдарда, кішігірім аудандарда ықшам сызып алады дейді ғой енді ол. Жер берудің қазір өте құжаттарын рәсімдеу өте ұзаққа созылады, өте көп. Мысалы бас жоспар дейді, 5000 тұрғыннан жетпейтіндерге ықшам жоспарлармен істеуге болады. Бірақ оның бәрін істеу керек та, істеу керек. Бұған мүдделі жақ болмай отыр ғой. Басқа ой жоқ бұған келмейді. Егер де мысалы жергілікті ауыл жерде ауыл әкімі бар, аудандық жерде аудан әкімі бар, соларға тапсырма берсе, ешқандай проблема жоқ. Мына жерді ажыратыңдар, осы жерге ықшам сызбаны салыңдар, кезекпен беріңдер. 3 жыл мерзімге келісімшартпен беріңдер. 3 жылда мынау үйін баспанасын қайта салып алса, я жер қалады. 3 жылдың ішінде баспанасы салмаса, жерді алады оны, басқа адамға береді. Солай нәрсе да. Олай шешуге болады. Бұл егер де мысалы жер мәселесі шешілетін болса, баспанаға деген мысалы жаңағы мәселесі де шешілер еді ғой өзі шамалы болса да. Түсінікті. Сәкен аға, енді бүгінгі алтындай уақытыңызды қиып келгеніңізге көптен көп рахмет. Алғыс білдіреміз. Не де болса еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ата-бабаларымыз қорғаған осындай ұлан-ғайыр жеріміз тек өзіміздің бауырларымызға, қандастарымызға ғана бұйырсын дегіміз келеді. Ортаға салған ойыңызға мыңда бір алғыс. Келесі кездескенше сау саламат болыңыз. Рахмет. Сіздерге де үлкен рахмет, Ержан.